Саламатсыздар ма, құрметті әділқазы алқалары және қатысушылар. Мен Қарақия ауданы бойынша білім бөлімінің нөмірі 8-ші жалпы білім беретін мектептің информатика пәнінің мұғалімі Көздібай Қанат Қалымжанұлы. Назарларыңызды экранға аударсаңыздар, экранда не көріп тұрсыздар? Жай ғана сандар, жай ғана нөлдер. Бұл ешқандай қажеттілігі жоқ. Ал егер де бірді қоссақ не болады? Дұрыс айтасыздар, 1000 болады. Қалай ойлайсыздар? Бұл жерде 0 қажет пе, әлде 1000 қажет пе? Дұрыс. Әрине 1000 қажет. Бұл жерде мен не айтқым келді? Бір ғана бір бүтін санның құнын 1000-даған есе арттырады. Бұл өмірде, білімде, технологияда кішкентай қадам үлкен серпіліс жасайды дегенді білдіреді. Педидианың тақырыбы оқушыларға арналған жасанды интеллект экожүйесі. Педидианы зерттемес бұрын алдымен идея неден туындады? Соған тоқталатын болсақ, біріншіден информатика пәніне оқушының қызығушылығының төмендігі, екіншіден бір сарынды тұтас мәтіндерді оқу, оны өмірмен байланыстыра алмауы, үшіншіден бұл пәнді 11-ші сыныпта ұбт үшін таңдайды, өмірде қажетті пән екендігін ұғынбауы, төртіншіден қазіргі оқушылардың ақпаратты қабылдау типтері әртүрлі. Жалпы менің тәжірибемде кездесетін қиындықтар оқушылардың информатика пәніне деген қызығушылығының төмендігі. Яғни 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптарда бала кішкентай болғаннан кейін сабағын оқиды, бірақ өтпелі кезең 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптарда, яғни балалардың мүлдем сабаққа қызығушылығының болмауы. Осы уақыт аралықтарында балалар әлеуметтік желіге бейім болады, әлеуметтік TikTokқа, Instagramға баса назар аударып, 11-ші сыныпта тек ұбт үшін ғана дайындалады. Информатиканы өмірге қажетті пән деп мүлдем есептемейді. Яғни қазіргі балалардың көбісі телефонды, компьютерді білсем болды, бірақ оның түпкі мақсатына білсе, өмірге деген қажеттілігі мен құндылығын білер еді. Зерттеу еңбектеріне тоқталатын болсам, оқушылардың анализ, синтез, рефлексиясы дағдысының төмендігі және қазіргі альфа ұрпақтардың ақпаратты қабылдау типтері өзгерді. Бұл қиындықтарды шешу үшін өзімнің білімімді толықтыру, жетілдіру үшін біршама зерттеу еңбектеріне жүгіндім. Соларға тоқталатын болсам, Мағжан Жұмабаевтың педагогика еңбегінде өзіме түртіп алғаным, қандай жаңартылған технологияларды қолдансақ та, біз ешқашан өзіміздің ұлттық құндылығымыздан алыстамауымыз керек. Келесі Жүсіпбековтің жасанды интеллекттің негіздері, бұл математиканың негіздері, алгоритмдер, сараптамалық жүйелер туралы айтылған қазақ тілінде ең жүйелі оқу құралының бірі. Сонымен қатар Python программалау тілін жеңіл түсіндіру үшін, мысалы ретінде мен америкалық кісіден кофе сұрауым үшін ағылшын тілін білуім керек. Дәл сол сияқты мен есепті шығару үшін программалау тілін білуім керек. Көрдіңіздер ме? Осындай бір көзге ерекше қылып эмоционалды, яғни оқушының эмоциясын оятып, қызығушылығын арттырсақ, пәнге деген ынтасы оянады. Бала информатиканы есте жақсы сақтау үшін, информатикаға деген қызығушылықты ояту үшін біз тақырыпты зерттеуіміз керек. Зерттеу еңбектері, яғни өздеріңіз білесіздер, альфа буыны 2010-2020 жылдар аралығындағы балалар. Бұл балалар жалпы қабылдау типтері әртүрлі: аудиал, визуал, кинестетик. Яғни аудиал дегеніміз құлақтың есту арқылы ақпаратты қабылдайды, визуал дегеніміз ақпаратты көзбен көру арқылы, ал кинестетик дегеніміз іс тәжірибе арқылы. Яғни мен осы аудиалды, визуалды да кинестетиктерде жүйелеп осындай тақырып шығардым оқушыларға арналған жасанды интеллект экожүйесі. Тақырыбыма кішігірім ақпарлама беретін болсам, жасанды интеллект экожүйесі дегенді қалай түсінеміз? Бұл экожүйе дегеніміз бұл жасанды интеллекттің тиімді жұмысын істеуіне, дамуына және қолдануына ықпал ететін өзара байланысқан элементтердің жиынтығы. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл экожүйе жасанды интеллектті құратын, оқытатын, қолданатын және қолдайтын барлық орта мен құралдардың бірлігі. Педидианың өзектілігіне тоқталатын болсам, қазіргі альфа ұрпаққа тұтас мәтінді қабылдау, яғни типтеріне ақпаратты түрлендіру оқыту, яғни ақпаратты түрлендіру оқыту жай ғана құр ауыз сөзбен емес, жасанды интеллекттің экожүйесі арқылы оқушылардың инфрақұрылым бағдарламалық құралдарды үйрету. Осы мәселе бойынша бірінші бізде кейбір мектептерде жасанды интеллект платформалары қолжетімділік жоқ, яғни интернет жылдамдығы, компьютерлер саны, жабдық сапасының болмауы. Осы мәселеден біз нәтижеге жету үшін оқушылардың аудандық, облыстық деңгейде байқаулардың олимпиада жүлделі орындары болуы. Мәселеден нәтижеге жету барысында тәжірибе алмасу таратылады, оқушы мен мұғалімнің сапасының артуы, яғни кәсіби өсу болады.
Педидианың өнімі өздеріңіз көріп отырғандай оқушыларға арналған жасанды интеллект, оқушыларға арналған көмекші құрал. Бұл жерде өзімнің іс тәжірибемде жасанды интеллект экожүйе тақырыбында элективті курс жасадым. Аптасына 1 сағаттан жылына 34 сағат, яғни 2024 жылдың 2 қыркүйегінде бекіткен болатынмын. Сабақтан тыс уақытта ақысыз негізде осындай элективті курс өткіздім. Педидианың кәсіби дамуға да үлкен үлесі зор болды. Оқушылардың зерттеу дағдысы жасанды интеллект экожүйе тақырыбында мақала жазып, яғни оқушы дәптерін шығардым. Бұл жасанды интеллект экожүйе өзінің мектепшілік, аудандық деңгейде іс тәжірибеммен алмастым. Педидианың сандық нәтижелері ең алдымен мектеп оқушыларынан сауалнама алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, ол сауалнама оң нәтиже берді. Біз 2024 жылдың қыркүйек айында бастағанда 68,2% болатын 9 А сыныбында, ал қазіргі таңда ол 80%-ға құрап отыр. Педидианың сапалық нәтижелері оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады, информатика пәніне деген қатысты деректерді талдай алады, сұрыптай алады, зерттеу дағдыларын дамытады, құндылықтарды артты, оқу дағдысын қалыптастыра білді. Жалпы Педидианың сапалық нәтижелері менің аудандық олимпиада бойынша оқушыларының 1-ші орны, облыстық олимпиада бойынша 3-ші орны, зерттеу жұмысынан 1-ші орын, ғылыми жобалардың 1-ші орын алған жетістіктері. Сонымен қатар экожүйені сабақ барысында қолдануда оқушылармен қарым-қатынасты тығыз орнатады. Аудан облыс көлеміндегі жетістіктер әрине қуантады, алайда бұл шекараны тоқтап қалмай, әрі қарай республика көлемінде жетістіктерге жетуге стратегиялық түрде оқушыларды дайындап жатырмын. Идеяның мақсаты информатика пәнін өмірмен байланыстырып, оқушылардың зерттеу дағдыларын, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру, өз бетімен білім алу құндылықтарын дамыту, оқушылардың қабілетін ашу. Мен бүгінгі мақсатыма өзім жеттім, және бұл мақсатпен тоқтап қалмай, өзім алдыма болашаққа жоспар құрдым. Оны тоқталатын болсам, бірінші авторлық бағдарлама жазу, екінші басқа аймақтарға жасанды интеллект экожүйені үйрету, үшінші әдістемелік құрал жазу, төртінші зерттеу конференциясына қатысу, 5-ші тамыз кеңесінде осы тәжірибемен бөлісу. Назарларыңызға рахмет.